Барлықтарыңызға сәлем. Ал енді біріншіден мен сіздерден үлкен кешірім сұрағым келеді. Видео түсірмей кеткенім үшін кешіріңіздер мені. Мен осыдан былай көптеп видео салуға тырысамын. Сол үшін каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді екіншіден мен әлі сенбей тұрмын. Мен осылай видеом рекомендацияға шығып кететінін мүлдем ойламадым. Мен әлі түсімнен оянбай жатқан сияқтымын. Барлықтарыңыз мені қолдап жатырсыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Ал енді мен өзімнің қазіргі өмірім туралы келетін болсақ, мен Семей қаласына көшкен болатынмын. Мен қазір Шәкәрім университетінің бірінші курсында оқып жатырмын. Қазақ группасында мен болашақ тарихшымын. Группаластармен тез тіл табыс кеттік, бәрі жақсы балалар. Араласып жүрміз, бір-бірімізге қолдау көрсетіп жүрміз. Солай басында олар таң қалды. Қалай үйрендің деп сұрады. Сіздер әлі көрмесеңіздер, бірінші видеомда мен түсіндірген болатынмын. Ал енді үшінші мәселеге келетін болсақ, мен комментарияларымды оқып, бір осындай комментариялар болды. Орыс мектептеріне қазақша физика, географияны немесе тағы да басқа қосымша пәндерді жүргізу керек деп жазылып тұр. Бірақ ол негізінде мен 4-5 жасымнан бастап қазақша үйренсем де, маған бірінші сыныпта, екінші сыныпта өте қиын болды. Өйткені ата-анам қазақша мүлдем сөйлемейді. Сол үшін мен көшелерге барып, қазақ тілінден бір көмек керек болса, солардан сұрайтынмын. Ал енді бізге солай енгізетін болса, мен ойлаймын, өте қиын болады. Өйткені жанында жүрген ата-анам да көмектесе алмайды. Енді бір репетиторлар сондай болмаса, бұлай өте қиын. Енді мен политикаға араласқым келмейді. Сол үшін мен осы видеоны аяқтайын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет тағы да. Сау болыңыздар.